қамауға алынды. Құндыз бен Назгүлдің қамқоршысына қатысты тың дерек мәлім болды. Құндыз бен Назгүлдің қамқоршысы Зүлфия Төленова уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты 2 бап бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, іс қылмыстық кодекстің 110 бабы 2 бөлігі, азаптау және 140 бабы 3 бөлігі, 2 немесе одан да көп баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау бойынша қозғалған. Егер Төленованың кінәсі дәлелденсе, ол 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Зардап шеккен балаларға қажетті медициналық көмек көрсетіліп, олар мамандандырылған балалар мекемесіне жіберілді. Ал бұған дейін 17 жыл бойы аға жеңгесінен қорлық көріп, Төленованың қамқорлығына өткен Құндыз бен Назгүл қазіргі уақытта арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының бақылауында. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда ең алдымен адам тағдыры мен балалардың көрген қорлығы ойға оралады. Құндыз бен Назгүлдің жағдайы көптен бері қоғамды алаңдатып жүргені рас. Енді соған құқықтық баға беріле бастаған сияқты. Зүлфия Төленованың уақытша ұстау изоляторына қамалуы тергеудің нақты жүріп жатқанын көрсетеді. Бұл жерде біреуді алдын ала кінәлі деп айтуға болмайды. Себебі соңғы шешімді сот шығарады. Бірақ мемлекет тарапынан балалардың қауіпсіздігі бірінші орынға қойылғаны қуантады. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетіліп, арнайы мекемеге орналастырылғаны да дұрыс қадам деп ойлаймын. Ең бастысы, бұл істің ашық әрі әділ қаралуы. Жалпы бұл оқиға қоғамға үлкен сабақ болуы керек шығар. Қамқоршылық деген жай ғана қағаз емес, ол үлкен жауапкершілік. Баланы қарау, тәрбиелеу тек қана тамақ берумен шектелмейді. Оның жан дүниесіне де зиян келтірмеу керек. Осындай жағдайлар қайталанбас үшін бақылау күшейсе екен дейсің. Құзырлы органдар бұл істі соңына дейін жеткізіп, бәріне түсінікті шешім шығарса, халықтың да көңілі бір шама орнығар еді. Ең бастысы балалар енді зорлық көрмей, тыныш өмір сүрсе екен.